Достар, егерде депозитті шұғыл түрде жабу керек болса, онда приложение арқылы жабуға болатын білетіндеріңіз. Миллион теңгеге дейін жинаған болсаңыз, онда приложение арқылы жабуыңызға болады. Егерде миллион теңгеден артық жинаған болсаңыз, онда тек банк бөлімшесі арқылы жабуыңызға болады. Енді миллион теңгеге дейін жабатын болсаңыз, депозитті приложение арқылы қалай жасауға болатынын айтып өтейін. Ең бірінші приложениеға кіріп, операцияның ішінен ағымдағы шотты ашу керек болады. Текущий счет орысша. Одан кейін қайтадан операцияға кіресіз және депозитті деген таңдайсыз. Депозиттің ішінен расторжение депозита орысша, қазақшасы депозитті бұзу деген таңдайсыз. Одан кейін 2 күн күтесіз. Сосын операцияның ішінен кіргеннен кейін мои заявки дегенді басасыз. На расторжение депозита басқаннан кейін сізде батырма пайда болады, продолжить деген батырманы. Сол батырманы басасыз, сонымен депозитіңіз жабылады. Ішіндегі ақша ағымдағы шотыңызға түседі. Ағымдағы шоттан сосын өзіңіздің Каспиіңіз болмаса басқа банктың картасына ауыстыруыңызға, аударып алуыңызға болады. Егерде депозитіңізде вознаграждение 8,5 мың теңге болса, ондай депозитті сатуыңызға болады. Егерде сататын болсаңыз, ішіндегі мемлекеттік премияңызды сақтап қалуыңызға болады. Приложение арқылы депозитті қалай жабу керек екен, мен сіздерге қазір видеоны жіберемін.